Мың бала ұлттық олимпиадасының бірінші кезеңінен өтуге арналған нұсқаулық. Тестілеуді бастамас бұрын маңызды ақпаратқа назар аударыңыз. Ауыл оқушыларына арналған Мың бала ұлттық олимпиадасының бірінші кезеңі 2021 жылдың 2 және 3 сәуірінде өтеді. Тестілеуді 2 және 3 сәуір күндері сағат 09:00-ден 21:00-ге дейін тапсыруға болады. Тестілеуді бастамас бұрын логин мен құпия сөз бар екеніне көз жеткізіңіз. Логин тіркелу кезінде көрсетілген ұялы телефон нөмірі, ал құпия сөзді тіркелу кезінде өзіңіз жасадыңыз. Егер сіз құпия сөзді есте сақтамасаңыз, құпия сөзді ұмыттыңыз ба, батырмасын басыңыз. SMS хабарлама немесе электрондық пошта арқылы қалпына келтіруге болады. Тестілеуді бастамас бұрын сізде құрылғы, смартфон, планшет немесе компьютер және тұрақты интернет байланысы бар екеніне көз жеткізіңіз. Интернет байланыстың сапасы мен құрылғылардың жарамдылығына олимпиада ұйымдастырушылары жауап бермейді. Тестілеу кезінде интернет байланыс үзілген жағдайда тестілеу автоматты түрде аяқталады. Жеке кабинетке тестілеу өтетін күнге дейін кіруді ұсынамыз. Осылайша сіз логин мен құпия сөздің енгізілу дұрыстығын тексере аласыз. Жеке кабинетпен танысып, тестілеу бөлімін таба аласыз. Сұрақтарға мұқият жауап беруді сұраймыз. Өйткені алдыңғы сұраққа оралуға және жауапқа өзгеріс енгізуге мүмкіндік болмайды. Қандайда бір санаттарға жататын қатысушылар үшін артықшылық көзделмегеніне назар аударамыз. Сондай-ақ қайта тапсыру немесе апелляция қарастырылмаған. Тест нәтижелері тестілеу аяқталған сәттен бастап 14 күнтізбелік күн ішінде жарияланады. Мың бала ұлттық олимпиадасының бірінші кезеңін бастау үшін компьютердің жұмыс үстелінен интернет браузерді тауып, оған кіріңіз. Егер сіз тестілеуді дербес компьютер мен ноутбукпен тапсыратын болсаңыз, Google Chrome веб браузерін жүктеуді ұсынамыз. Сондай-ақ, соңғы нұсқада жаңартылған Edge, Firefox, Opera браузерлерін пайдалануға да рұқсат етіледі. Интернет байланыстың жылдамдығы секундына 1 мегабит болатынына көз жеткізіңіз. Егер тестілеуді планшетпен, смартфонмен тапсыратын болсаңыз, мобильді браузеріңізді пайдаланыңыз немесе соңғы нұсқада жаңартылған Google Chrome веб браузерін жүктеп орнатыңыз. Интернет байланыстың тұрақтылығын тексеріңіз. 3G немесе 4G. Сайт мекен-жайының жолағына mыңбала.елбасыакадеми.kz сілтемесін енгізіңіз. Ашылған сайт парақшасында жеке кабинетке кіріңіз. Әрі қарай тіркеу кезінде көрсеткен ұялы телефон нөмірін енгізіп, пайдаланушыны таңдаңыз және құпия сөзді теріңіз. Егер құпия сөз есіңізде болмаса, құпия сөзді ұмыттыңыз ба, батырмасын басыңыз. Әрі қарай құпия сөзді қалпына келтіре аласыз. SMS код арқылы қалпына келтіру немесе электронды пошта арқылы қалпына келтіру тәсілін таңдап, әрі қарай батырмасын басу қажет. Құпия сөзді SMS код арқылы қалпына келтіру тәсілін таңдаған кезде тіркелу кезінде көрсеткен ұялы телефон нөмірін енгізіп, пайдаланушыны таңдау керек. Осыдан кейін көрсетілген ұялы телефон нөміріне код келеді. Оны телефонға жіберілген SMS кодты енгізіңіз, жолағына теріңіз және әрі қарай батырмасын басыңыз. Әрі қарай жаңа құпия сөзді жасау формасы ашылады. Құпия сөз жолағына оң жақта көрсетілген талаптарға сәйкес келетін жаңа құпия сөзді енгізіңіз. Құпия сөзді қайталаңыз жолағына жаңа құпия сөзді қайта енгізіп, қалпына келтіру батырмасын басыңыз. Осыдан кейін сіздің құпия сөзіңіз сәтті өзгертіледі. Одан кейін сіз авторизация кезінде жаңа құпия сөзді көрсетіп, жеке кабинетке кіре аласыз. Егер сізге SMS код келмесе, mыңбала.елбасыакадеми.kz сайтының төменгі оң жақ бұрышында орналасқан чат кеңесшіге хабарласыңыз. Құпия сөзді электронды пошта арқылы қалпына келтіру тәсілін таңдаған кезде, тіркеу кезінде көрсеткен электрондық поштаны енгізіп, пайдаланушыны таңдау қажет.
Осыдан кейін көрсетілген электрондық поштадағы құпия сөзді қалпына келтіру сілтемесі бар хат келеді. Егер сіз құпия сөзді қалпына келтіру туралы хат алмаған болсаңыз, сайттың төменгі оң жақ бұрышында орналасқан чат кеңесшіге хабарласыңыз. Хатта көрсетілген сілтемеге өткеннен кейін жаңа құпия сөзді жасау формасы ашылады. Құпия сөз жолағына оң жақта көрсетілген талаптарға сәйкес келетін жаңа құпия сөзді енгізу керек. Құпия сөзді қайталаңыз жолағына жаңа құпия сөзді қайта енгізіп, қалпына келтіру батырмасын басыңыз. Құпия сөз сәтті өзгертіледі. Одан кейін сіз авторизация кезінде жаңа құпия сөзді көрсете отырып, жеке кабинетке кіре аласыз. Жеке кабинетте тестлеу қосымша бетін таңдаңыз. Ашылған терезеде сіз тестті көресіз. Егер сіз тестлеуге дайын болсаңыз, тестлеуді бастау батырмасын басыңыз. Тестлеуді бастамас бұрын ұсынылған тест тапсырмаларымен танысып шығыңыз. Тест 40 сұрақтан тұрады және 60 минутқа созылады. Тестлеуді бастау батырмасын басыңыз. Тестлеуді бастауға дайын екеніңізді растаңыз. Экранда тестлеу парақшасы ашылады. Бұл жерде тестлеу аяқталғанға дейін уақыт көрсетілген. Дұрыс жауап нұсқасын таңдап, келесі сұрақ батырмасын басыңыз. Сұрақтарға мұқият жауап беруді сұраймыз. Өйткені алдыңғы сұраққа оралуға және өзгерістер енгізуге мүмкіндік болмайды. Барлық сұрақтарға жауап беріп, тестлеуді аяқтайсыз. Тестіні аяқтауға дайын екеніңізді растаңыз. Тестлеуден өткеніңіз үшін алғыс айтамыз. Нәтижелер сайтта 14 күн ішінде жарияланады.